Құрметті менің оқырмандарым, бүгін мен сіздерге қазақ халқының дүние танымындағы қасиетті ұғымдар туралы баяндайтын боламын. Ғалымдардың пікірінше, өткен дәуір адамдары тарихты басқаша қабылдаған. Олар көне дәуірдегі көне заманның деректері емес, оларға оқиғаның мағынасы көбінде қызықты болған. Адам өмірінде үнемі қайталанып тұратын, ешқашан уақытпен кеңістікке бағынбайтын тарихтың сырларын меңгеруге тырысқан. Сондықтан ежелгі тарихи аңыздар өз заманда қайталанып, ұқсас оқиғаның ғибаратты мазмұнын халыққа жеткізіп отырған. Ол және де миф аңыз түрінде баяндалған. Осылайша адамдарды өмірге құштар ету. Мәселен, қырықтың бірі Қызыр, түркінің пірі Яссауи, қойдың пірі Шопан ата, жылқының пірі Қамбар ата, түйенің пірі Ойсыл ата, және де сиырдың пірі Зеңгі баба, ал әйелдің пірі Бибі Бәтима деген осындай мазмұнды ғимаратты әңгімелерді халықтың арасында үнемі еске салып отырады. Бүгін мен сіздерге осы әйелдерге байланысты мына статуэткаларды қойғандағы мақсатымда әйелдің пірі Бибі Бәтима жайында аңыз айтып беретін боламын. Бибі Бәтима Мұхаммед пайғамбардың сүйікті қызы, Әзіреті Әлидің Құдай қосқан қосағы. Қазақ дүние танымында үйдің құты, отбасының желеп жебеушісі деп аталады. Аңыз бойынша Бибі Бәтима анамыз бірде Мұхаммед пайғамбарды әкесін және сахабалармен бірге үйіне қонаққа шақырады. Қонақтарға дастарханын жайнатып, аяғынан тік тұрып қызмет көрсетеді. Барлығын көңілінен шығады. Бала демей, шаға демей, тіпті сәбилерді де риза етіп, ешкімнің көңілін қалтырмайды. Бұл күні ер Әлидің мәртебесі үстем болады. Тіпті сахабалардың барлығы да Бибі Бәтима анамыздың қызметіне сүйсінеді. Мұхаммед пайғамбардың өзі қызына ерекше назар аударады. Бұны Бибі Бәтима анамыз өзі іштей сезінеді. Той тарқар кезде Мұхаммед пайғамбар қолын жайып дастарханға бата бермекші болады. Сол кезде Бибі Бәтима анамыз: «Әкешім, бір тілегім бар, дұғаңызға қоссаңыз» дейді. Сонда пайғамбарымыз: «Қандай тілегің бар?» дейді. «Үмбетіңіздің ошағының қасында, бесігінің басынан табылайын, әрқашан қызметіңізде болайын» дейді. Сонда пайғамбарымыз әр отбасының ошағының қасында, бесігінің басынан табыл деп бата берген екен. Тәңірі тағала да оның тілегін қабыл алған. Содан бастап Бибі Бәтима анамыз отбасының піріне, әйел затының қорғанына айналған екен. Қыз келіншектер қиналса және де қандай да бір іс бастайтын кезде Бибі Бәтима анамыздан медет сұрайды екен. Әжелеріміз кілем тоқыған кезде, үйді аластаған кезде, менің қолым емес, Бибі Бәтима анамыздың қолы деп бастайды екен. Алла тағала Бибі Бәтима анамыздың айтқан тілектерін қабыл етеді екен. Істі оң етеді. Адамдар оған сенеді. Қиямет қайғында да Бибі Бәтима анамыз әйелдерге шапағат етіп, пайғамбарымыздың үмбетіне араша түседі екен. Қазақ даласында да Бибі Бәтима анамыздың ісін өнеге үлгі етіп айтатын көптеген аңыздар бар. Күні бүгінге дейін оның атын атап, рухына тағзым етіп, іс бастайтын дәстүрлер бүгінгі күнге дейін сақталған. Мінекей біздің Әдемі компаниясында Бибі Бәтима анамыздың құрметіне арнап
менің қолым емес, Бәтима анамыздың қолы деген осы бір кәдесиді жасап шығардық. Бұл әрине әрбір қыз-келіншектердің көңіліне медет әкеліп, ісін оңға асырады деген ойдамын. Бибі Бәтима анамыздың шапағатына бөлене берейік ағайын. Сіздермен бірге болған мен Бақаргүл Төлеген. Егер де осындай кәдеси және бүгінгі айтқан мағлұматтарым сіздерге қызықты болса, Бақаргүл Төлеген атты YouTube арнама тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, жазылыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Бақаргүл Төлеген. Назарларыңызға рахмет.